Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге икигай распаковка жайлы бірінші сабағымды бастайтын боламын. Мүмкін сіз бір жерден естіген боларсыз осы күнге дейін, мүмкін оқыған боларсыз. Қанша дегенмен қазір ақпараттар өте көп, бірақ мен өзімнің түсінігім бойынша, өзімнің білімім бойынша, оқығандарым бойынша өзім сабақ түсірдім. Сол сабағымдың бірінші бөлімін бастайтын боламын. Яғни сізге алдымен сұрақтар қоя кетсем, қазір жасап жатқан жұмысыңыз бар болғанымен, бірақ сізге ұнамайды. Дипломыңыз бойынша жұмыс жасап жатырсыз, бірақ жалығып кетсеңіз, ісіңіз пайдалы екенін білесіз, өзіңізге ұнайды, бірақ табысы көңіліңізден шықпаса, болмаса қолыңыздан барлығы келеді, табысы да жеткілікті, қоғамға да пайдалы екенін білесіз, бірақ өзіңізге ұнамаса. Осы сияқты мысалға бір өзім өмірімнен мысал айта кетейін. Кезінде мен мектепте жұмыс жасаған кезімде таңертең ерте таң атпай күнде 8-де оянып кетем. Кеш батқанға дейін мектепте жүгіріп жүрем, документтермен, сабақтармен, бірақ айлығы көңілімнен шықпайтын. Және де жұмысым өзіме аса оңай қойған жоқ. Шаршап жүретім, энергиям таусылып. Қазір көптеген адамдардан, айналамда достарымнан, таныстарымнан байқаймын, өз тәжірибемнен, вроде жұмыс жаса, сол жұмыс үй, жалығып кеттім, шаршап кеттім, қайдағы қыдырған, қайдағы тауға бару деген сияқты не айтады, жұмысты проблема етіп көреді. Жұмыс негізінде ондай амал жоқтан, ақша үшін бармау керекті. Жұмысқа жақсы көріп, жаңағыдай құлшыныспен жасау керек. Икигай распаковка дегеніміз бұл жерде жаңағыдай жұмысыңызды жақсы көру керек, және ол қолыңыздан келу керек. Үшіншіден, адамдарға пайдалы бола білу керек. Төртіншіден, сізге табыс әкеле білу керек. Соны біз төртеуінің барлығы болса, онда сізде икигайыңызды таптыңыз деген сөз. Икигай дегеніміз не? Икигай дегеніміз жапондық ғалым Кен Могидің әлемдік бестселлер кітабында, еңбегінде ики өмір сүру, гай себеп, яғни өмірдің мәні деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сіз таңертең оянған кезде қандай, не үшін ояндыңыз? Осы кейде стористерде сұрақтар қоям, қарапайым оңай сұрақтар қойсам да, жаңа адамдар қиналып жауап береді. Жаңағыдай, не керек деген сияқты. Ойының басты мәселесі жұмыс, ақша болып тұрған екен, қарапайым дүниелерді көп адам байқай бермейді, мән бере бермейді. Мысалы, таңертең оянғанда не үшін ояндыңыз? Сізді не алдыға тартады? Таңертең мысалға кофе ішіп оянғыңыз келе ме деген сияқты. Мысалы, мен таңертең ерте оянғым келетіні, кішкене кеш оянсам, өмірден қалып қалған сияқты, күн шығып кеткен, жарты күнім өтіп кеткен, көп дүниеден құр қалғандай болып сезім болады. Ал ерте оянсам, таңғы құстардың дауысы, таңғы таза ауа, білмеймін, бір күшті, ең әдемі уақыт, сондай уақыт болып тұрады. Сол мені оянғанға тартады. Әрине сүйікті ісің. Мысалға, маған өз-өзіме жұмыс жасаған ұнайды. Осындай жазып, сызып, армандарымды жазып, осындай адамды, мысалы, біреуге спортпен айналысқан ұнайтын шығар, біреуге ән айтқан ұнайды. Сондай сияқты сізді жаңағыдай икигай деген үлкен болмайды, кішкентай ғана болуы да мүмкін. Мысалы, сізге гүлге қарап отырған ұнайтын шығар, мүмкін суға түскен ұнайтын шығар, сондай да. Қандай көңіл күйде оянасыз?
мысалы бізде бұрында сабақта айтатын, сен таңертең қандай көңіл күймен оянсаң, күнің кешке дейін сондай көңіл күйде болады деп. Соны мен өте дұрыс келісемін. Егер сен таңертең ерте оянып, ұйқың қанған, жаңағыдай жақсы көңіл күйде бастасаң, соңына дейін жақсы неде боласың да, жағдайда боласың. Егер таңертең жаңағы ұйқың қанбай, көңілің толмай, риза болмай оянсаңыз, кешке дейін сондай бір байқап көрсеңіздер, өздеріңізді еске түсіріп көрсеңіздер, сондай күндеріңіз болды ма? Яғни сен үшін өмірдің мәні не? Мысалға, сен үшін өмірдің мәні не? Сен кімсің? Сен үшін бақыт деген не? Жетістік деген не деген сұрақтар. Жалпы өмірге не үшін келдім деп ойлайсыз? Өміріңе ризасыз ба? Саған не ұнайды? Ұзақ әрі бақытты өмір сүру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Сіз осы күнге дейін осындай сұрақтарға сізді ойландырды ма? Осындай сұрақтар сізға сіз қызықтыңыз ба? Бетпе-бет келдіңіз бе? Келмесеңіз, осы кезде айтатын боламыз. Икигай кімде бар? Яғни кез келген қарапайым адам таба алады. Сіздің дипломыңыз болу шарт емес. Жапондық Зереоне деген алғашқы қарапайым ресторанын ашқанда әлемдік деңгейде танымал болып кетем деп ойлаған жоқ ол. Оның басты мақсаты табыс, ақшада болған жоқ та. Ол жұмысын іш пыстырарлық, қиын демей, сүйіп, махаббатпен, қуанышпен жасады. Мысалға, оның мейрамханасы халыққа ерекше атмосфера сыйлайтын. Таңғы таза ауа, күннің нұры, жаңағыдай бір шыны аяқ кофе ішу, теңізден балықтарды әкелу, шаяндарды қайнату, осылардан ол сұлулықты сезіне білген адам. Жаңағы икигайын таба алды. Икигай өмірдің мағынасын көрсетеді және сол мақсатқа жету үшін күш береді. Мысалға, икигай дегеніміз түсініп тұрсаңыздар, сүйікті іс. Мысалға, сіз ол жұмысты жасап жатқан кезде ішіңіз пыспау керек, қиналып жасамауыңыз керек. Қашан бітеді мынау деп жасамау керек та. Сосын икигайдың бірінші қағидасын айтатын болсам, шағыннан бастау. Яғни қарапайымнан бастау, ең басты шабыт алу. Жаңағыдай бірден біз мысалға Инстаграмда шетелде жүрген, үй алған, машина алған, жетістікке жеткен успешный адамдарды көрсек, вау, қалай жетті екен. Біз қарапайым еңбектеніп, тәжірибемен кеп жатқан байқамаймыз да, біз бірден үлкен неге ұмтыламыз. Москва бірден құрылған жоқ дейді ғой, сол сияқты бірден үлкен жетістікті күтпеуіміз керек. Кішкентай жетістіктеріңізге қуана білу керек. Мысалға, сіз күнделікті кеш тұратын болсаңыз, өзіңізді бақыламайтын болсаңыз, үлгермеймін, жұмысым қиын деп жүрген болсаңыз, онда сіз өзіңізді артқа тартып жүрсіз деген сөз. Егер сіз сол жалқаулығыңызды, сылтауларыңызды жеңіп, ертерек ұйықтауға тырысып, 1 сағат болсын ерте тұрсаңыз, кішкенеден жарты сағаттан болсын, 15 минут болсын, өзіңізге уақыт ажырататын болсаңыз, онда сіз қарапайымнан мүлде жоқ болғанға қарағанда кішкентай қадамдардан не істейсіз? Өзіңіздің неңізге жүріп отырасыз да. Мысалы, Зереоне ішкі даусын тыңдап, жай ғана суши жасайтын құралдарын жақсарта білген, күнделікті әрекет етіп, қадам-қадамнан бастағанда, жаңа айтып жатқандай, икигай саған ғана қуаныш сыйлап, басқаларға қуаныш сыйламауы мүмкін. Мысалға, маған осындай білгенімді түсініп алып, біреуге айтып, үйретіп, мұнда осындай қызық бар екен, андай екен деп жеткізіп, соны бөліскен ұнайды. Ал кейбіреулерге ұнамауы мүмкін.
сол сияқты мысалы біреуге тамақ ішіп отырған кезде жалғыз ішкен ұнайтын шығар, біреуге ұнамайды, жаңағыдай музыка тыңдап шығармашылықпен айналысып кофе ішкенді ұнататын шығар. Сол сияқты әркімде әртүрлі болуы мүмкін да. Икигайдың екінші қағидасы өзіңді босату. Яғни біз бір әрекет істерде ол үшін мақтау, мадақтау, қолпаштау, не үшін, не болмаса қоғам сені мойындауын күтеміз, не болмаса ақша үшін жасаймыз да. Жаңа бірдеңені жасадық па, тамақ жасасақ та дәмді, ой қандай дәмді болыпты дегенді естігіміз келеді. Жаңа үй жинасақ та, ой тап-таза екен деп біреу байқап, жаңа қонақтар келсе үстіп посудасы әдемі екен деп айтсын, не дейді, дәмді тамақтар дайындаған екен деп айтсын деген сияқты бізге көбінше сыртқы айналаның сырттың пікірі маңызды болып тұрады да. Біз ол кезде жаңағы басқаларды ойлап тұрған кезде, сыртқа көп мән берген кезде өзіміздің ішкі қалауымызды ұмытып кетеміз. Расымен бұл маған керек па, ұнай ма, ұнамай ма емес, елдерге қалай көрінеді екен деген сияқты ой болады. Икигайды тапқан кезде сен ешкімнен ештеңе күтпейсің. Мысалға маған өзімді примерге алайын. Ой, сен таңертең ерте тұрып жатыр екенсің ғой. Ой, сен не дайындалып жүрсің деген маған қызықты емес, маңызды емес. Мен өзіме ұнайды, айтсын, айтпасын, біреу көрсін, көрмесін, өзім үшін жаңағыдай ләззат алып, махаббатпен жасаймын. Солай сізге де сондай болу керек. Сен өзің ләззат алу үшін қуанышпен әрекет етесің. Ондай кезде сені ештеңе тоқтата алмайды. Жаңағыдай, ой, кеш жатқан едім, балалар ауырып қалған еді, не болмаса соткам өшіп қалды, таңертең тұра алмай қалдым деп жаңа сылтау таппайсың да ол кезде. Өзіңнің жаңа неңді жеңіп, сен бір сүйікті шаруаң тұрғанда, мақсатың тұрғанда, сен жатпайсың, жаңағыдай өзің түрлі сылтауды жиыстырып, шын көңілмен, қуанышпен кірісіп жасайтын боласың. Яғни өзіңді шаблондардан босатасың, сезімдерге жол ашасың, эгоңды жеңіп шығасың. Мысалға бізді ой жата тұр, ой сен ғана жасауың керек па, басқалар да жасасын деген сияқты бізді ішімізде тағы да нәпсіміз дейді ғой, эгомыз басқаратын кездер болады. Идеальный ешкім жоқ, барлық адамда артқа тартатын бір күш болады. Байқасаңыздар, соны жеңе білуіміз керек. Айтады ғой, өзгемен емес, өзіңмен күрес деп. Не дейді? Біреудің мінін тергенше, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Сол тура осы икигайға келеді. Жаңағы айналаны қайтесің, басқа біреулердің проблемасын, кім қайда жүр, кім не істеп жүр, оған қарағанда сіз алтын уақытыңызды, энергияңызды өзіңіздің сүйіктісіңізге арнау керек қой. Сол кезде сіз сол өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналысқан сайын шабытыңыз артады, энергияңыз артады, күш қуатыңыз артады. Сіздің өсек айтып отыруға, басқалардың өмірін қарап отыруға уақытыңыз да болмайды да. Икигайдың үшінші қағидасы бар: үйлесімділік және тұрақтылық. Қоғаммен, айналамен үйлесімді болу керек. Олай болмаса тұрақтылық болмайды. Мысалға, жапан далада, айдалада өзіңмен өзің тұрсан, сенде не болмайды. Қойш жалғыз өзің, ешкімге пайдалы емес, өзіңе қалаған кезінде жасайсың да, бір күн жасайсың, бір күн жасамайсың деген сияқты. Ол іс жақсы болмайды да. Если сен қоғамға пайдалы, сұраныста болса, бізге керек еді, осындай, мысалға, суши жасайды деді ғой. Қоғам оның сушиларын, дәмді сушиін жегісі кеп, қайдан болсын алдырып, болмаса келіп, уақыт тауып келіп жейді. Сол сияқты тұрақты жасап отырған сайын ол жерден клиент те үзілмейді.
сол сияқты сүйікті ісіңіз міндетті түрде қоғаммен байланысты болу керек. Яғни табиғатпен үйлесімді болу. Судың қасы не үшін ұнайды? Ұнайтын заттармен жақын болуыңыз керек. Мысалы, мен көбінше табиғатқа, судың, таудың, гүлдердің қасына барған жақсы көрем. Себебі андай қаланың шумына қарағанда тыныш, сондай таза ауа, сондай табиғи жерлер ұнайды. Сондай жер адамға өте үлкен әрі терапия, әрі демалыс, әрі көңіл күйін көтереді. Сол үшін сондай ұнайтын жерлерде көбірек болу керек. Сосын жапондықтар мақсатқа бірден жетуге болмайды, оған асықпай жететін біледі. Мысалы, біз қандай кезде біз ісіміз өнбейді, бір істі бастаймыз, ол бізге жолдан бола қалу керек та. Тез нәтижесін көре қалуымыз керек, тез ақша таба қалуымыз керек деген сияқты. Ол мүлдем дұрыс емес деп санайды. Жапондықтар асықпай, оның не дейді, нәтижесін емес, сол моментте мысалға гүл өсірсе, соны ақырын махаббатпен егіп, оны асықпай суғарып, ләззат алып, дайын момент дейді ғой, андай соны сезінуге көп көңіл бөледі екен. Егер біз басқа біреудің еңбегін бағалауды үйренбесек, онда біз икигайымызда тұрақты болмайды дейді. Мысалы, біреу осылай еңбекпен дайындалып, дайындаған асын сіз жаңағыдай не істемесеңіз, бағалай білмесеңіз, жаңағыдай сізге бір кітап жазды дейік, соны сіз бағалап, құрметтеп, автордың еңбегін соңына дейін оқып көруге тырысып, ойланып көрсеңіз, сіз бағалап, жаңағыдай несіне түсініп оқысаңыз, сіз автордың керемет дүние жасағанын себепші боласыз да, жаңағыдай ол сізге пайдалы болды деген сөз. Сіз сүйікті, мысалы, кітапты сүйіп оқысаңыз, сіз жаңағы нені білесіз ғой, жаңағыдай икигайыңыз кітапты оқу дейді ғой. Біреудің еңбегін бағалап, зейін қойып оқыған сайын сізіңізге кітап оқуға деген ынтаңыз ашылады да, икигайыңыз нақтылана түседі. Кітап оқу, таңертең тұра салып кітап оқу менің сүйіктісім деген сияқты. Сол, яғни жапондықтар отбасылық ежелгі бизнестері тұрақтылықтың арқасында танымалдыққа осы күнге дейін жеткен. Мысалға, олар бұрыннан келе жатқан Samsung, Toyota, Mazda, Honda деген сияқты бренд фирмалары, оларда неше жылдық ата кәсіп дейма, соларды жалғастырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге дейін жетіп отырда. Олар жаңағы ата-бабаларының еңбегін бағалап, құнын түсініп, соны кәсіпке айналдырып, асықпастан соны соңына дейін жеткізіп, қазір дамыған елдердің қатарында. Бізге қарапайым болып көрінетін нәрсе үлкен мағынаға ие, қарапайым істі соңына дейін апару үлкен нәтижеге жеткізеді. Мысалға, нені айтсақ, мысалы, қарапайым үй жинауды айтсақ, жаңағы сіз оны егер қалай болса солай тез жақтырмай жасасаңыз, сіз оған қуана алмайсыз. Әдемі шықпайды да. Сіз кішкентай ғана бірдеңе жасасаңыз да, посуда жусаңыз да, қуанышпен, сүйіп, ұнатып, махаббатпен, жақсы көңілмен, күймен жусаңыз, ол ісіңіз әдемі нәтижелі болып шығады, әдемі неге жетеді. Икигайыңызды дұрыс тапсаңыз, ештеңе сізге кедергі болмайды. Жаңа айттым ғой, түрлі сылтау сізге әсер етпей қалады. Икигайдың 4-ші қағидасы ұсақ сүйекке қуана білу.
Мысалға, жапондықтар өз қолымен егін еккен соң, оның көктеп шығуына, жеміс беріп, гүл ашқанның өзіне сондай бақытты болып, өте қатты қуанады екен. Мысалға, сізді күнделікті өмірде не қуантады? Татты жеп кофе ішу ме? Сүйікті әніңіз қандай? Сүйікті фильміңіз қандай? Сүйікті күніңіз? Тағы басқа бірнеше хоббиларыңыз болуы мүмкін. Осы күнге дейін сіз өзіңіз байқамаған шығарсыз мүмкін. Сондай нелерге мән беру керек. Маған не ұнайды? Маған күнде таңертең тұрған кезде мен нені қалаймын? Менің жаным не жасағанда ләззат алады деген сияқты сіз көбінше өзіңіздің кім өзімен жұмыс жасап жүргендер болса, мұның барлығын жақсы түсініп отыр деп ойлаймын. Яғни икигайдың 5-ші қағидасы. Қазір және осы жерде болу. Қазір байқайсыздар ма? Здесь и сейчас деп көп айтады. Мысалға, өткен өмір ол өтіп кетті. Біз енді артқа қайтара алмаймыз да. Болашақ әлі бізге беймәлім. Оны жаңағыдай не істей алмаймыз. Не болатынын білмейміз алдын ала. Былай айтады, өткен өмір мен болашақ иллюзия. Иллюзияда өмір сүргенше дәл қазіргі бүгінгі күн, тура қазір отырған сәтіміз, бүгін өтіп жатқан күніміз шындық, реальності, шынайы. Осы сәтімізді біз бағалауымыз керек, осы сәтте болуымыз керек. Мысалы, бізде мынандай ғой, бүгін біз жұмыста отырамыз, бірақ есіл дертіміз өткен өмірімізде жүреді. Болмаса, мынау жұмысын тез бітсе екен, қазір үйге қайтсам екен, тез тамақ ішіп ұйықтай қалсам екен, болмаса осылай тез бітсе, ақшамды алар едім да, бірдеңе алар едім, или айфон алар едім, или болмаса қыдырып келетін едім деген сияқты бір басқа бірдеңелерді ойлап отырамыз ғой. Сондай болмау керек та. Тура қазір сіз жұмыс жасадыңыз ба, ойладыңыз ба, кофе іштіңіз бе, махаббатпен, ләззатты сезініп, ішуіңіз керек, жасауыңыз керек та. Қаншалықты түсіндіре алдым білмеймін. Мен бұл нені сезініп жүрмін қашаннан бері. Бұл деген ең тамаша, ең күшті сәт. Яғни саналы өмір сүру. Яғни сіз іс жасап жатқан кезде басқа ештеңені ойламай, дәл қазіргі жасап жатқан сәтіңізде сезінуіңізді. Дәл қазір осы жерде болып, ләззатты алу. Мысалы, қазір сізге мен сабақ айтып жатырмын, сіз мені көріп отырғаныңызбен тыңдамай отыруыңыз мүмкін да, басқа зат есіңізге түспеп, соны ойлап кетуіңіз мүмкін. Сол ойыңызды бақылау білу, саналы түрде бақылай білу керек та. Мысалы, тура осы қазір мен не айтып жатырмын, осыны жібермей, зейін қойып, саналы түрде түсініп алуға тырысу керек, не болмаса жазып алуға. Сол кезде сіз бақытты, икигайды сезіне білесіз. Мысалы, сен сүйікті тамағын жегенде, сен оның ләззатын сезінесің ғой, сол сияқты. Торт жеген ұнайды, жаңағыдай дәмді тағамдарымды жеген ұнаған кезде, KFC ұнайды, сол кезде деп ләззат алып, күшті, жақсы көріп, махаббатпен жейсің ғой, сенде сол кезде дофамин деймін, сондай гормондар бөлінеді. Сол сияқты сіз сүйікті жұмысыңызды жасаған кезде сондай құлшыныспен, махаббатпен, еш сылтаусыз, еш ақшаны ойламай, ештеңкені ойламай, біреуін мақтаған күтпей, жаныңыз ләззат алады ғой, жаңағыдай қуанады, сол үшін жасайсыз ғой. Сондай болу керек та. Қорытынды айтатын болсақ, мысалға біз өмірімізде дәл қазір болып жатқан сәттегі ұсақ түйерге мән бергенімізде, үйлесімділік тапқан кезде икигай пайда болады екен. Сыртқы емес, ішкі әлемімізге мән беру, яғни екеуін гармонияда ұстап өмір сүру, өмірлік мән, ұзақ әрі бақытты өмір сүру. Оны біз отбасымыздан, достар, қоғам, ортаның әсері зор. Жаңағы бақытты өмір сүруіміз үшін біз жалғыз өзіміз емес,
бізге отбасы әсер етеді, достарымыз әсер етеді, яғни қоғам, айналамыз, бізге ортамыз, өскен ортамыз, жүрген ортамыз әсері мол екен. Яғни кез келген адам сүйікті іспен айналыса алады. Мен сіздерге қаншалықты түсіндіре алдым білмедім. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз, жекеге жаза кетіңіз. Бүгін бірінші сабағымызды осымен аяқтаймын. Ертең жалғастыратын боламын. Яғни сізге түсінікті болды ма? Сізге сұрақ қойсам, сізге ертең бүгінге тапсырма 3 таңертең тұрған кезде сізге ұнайтын істі жазсаңыз, негізі тапсырмалар бөлімі болады, сол кезде тағы да беретін боламын. Яғни қазір сіз қаншалықты түсіндіңіз, сізде дәл қазір сізде икигайыңыз бар ма, сүйіктісіңіз, бар болса бар, жоқ болса жоқ. Қандай да сұрақтарыңыз болса жекеме қойсаңыздар болады.